Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қайырлы күн. Әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық ойындарымыз. Оқу мақсаттары қазақтың ұлттық ойындарымен танысу. Ойын шартын түсініп оқып, ойын барысында ойыншы қандай болу керектігін сипаттау. Қазақтың ұлттық ойындары 5 түрге бөлінеді. Олар аңға байланысты, малға байланысты, түрлі заттармен ойналатын, зеректікті, ептілікті және икемділікті қажет ететін соңғы кезде қалыптасқан ойындар. Олардың негізгілерінің өзі 100-ден астам. Қазақтың ұлттық ойындары бабаларымыздан қалған асыл қазына. Ұлттық ойындар ерте заманнан қалыптасқан дәстүрлі ойын сауықтардың бір түрі. Ал балалар, естеріңе түсіріңдер. Суреттегі ойын атауларын атаңдар. Қай ұлттық ойындардан спорттық жарыс өткізіледі? Ойлана қойыңдар. Дұрыс айтасыңдар балалар. Қазақша күрес, бестас, бәйге жарысы. Қазақша күрес бұл балаларды шымырлыққа, ептілікке тәрбиелейтін ойын түрі. Ал бәйге жарысы балаларды ат баптауға, денсаулықтарын нығайтуға, ептілікке, шапшаңдыққа тәрбиелейтін жарыс түрі. Бестас ойыны қыздар сырмақ, кесте тіккенде, саусақтарын демалтқанда, үзіліс кезінде ойналатын ойын түрі. Қазақша күрестен қазақтың чемпиондарын еске түсіре кетіңдер. Бұл әлемге әйгілі Қажымхан Мұңайтпасов аталарың. Қазақстанның туын биікке көтерген Альбек Нұғмаров және Бейбіт Ыстыбаев ағаларың. Ал балалар, келесі тапсырма бірлесіп орында. Ойын ережесімен танысып, 2 топ болып ойнап көріңдер. Орамал тастау қатысушылар 2 топқа бөлінеді. Арасы бір-бірінен 10 адымдай жерде белгіленген 2 сызықтың бойына қарама-қарсы тұрады. Жүргізуші орамалды бірінші топтың шеткі ойыншысына ұстатады. Ол орамалды қарсы беттегі ойыншының біріне қарай лақтырып жібереді де «Қа!» деп дауыстайды. Қарсылас ойыншы орамалды қағып алып «Ға!» дейді, немесе «Ла!» дейді. Сонда екеуінің айтқандарынан бір сөз шығады. Ойынның шарты бойынша айтылатын сөз 2 буыннан аспауы керек. Орамалды қағып алып, ойыншы тиісті сөзді айта алмай қалса, ортаға шығып өнер көрсетеді. Содан соң орамалды қарсы жаққа лақтырып, жұмбақ сөздің бірінші буынын дауыстайды. Осылайша ойын жалғаса береді. Ал енді балалар, өздерің сүйіп ойнайтын асық туралы не білесіңдер? Асық 4 түлік мал мен қоңыр аңдар тілерсегінде болатын қызметі аса күрделі, буынға біткен шымыр сүйек. Қой, ешкі, сиыр, түйе асығы үлкен кішілігіне қарамастан бір пішіндес, мүсіндес келеді. Ал жылқы асығы басқа пішінді болады. Асық пен қанталапай, 3 табан, шеңбер сияқты неше түрлі асық ойындары ойналады. Ойында асықтың сыртқы пішіндері үлкен рөл атқарады. Асық ойыны баланың миын шынықтырады, яғни асықты атпас бұрын ойланады. Қай тұстан қалай атса дұрыс тиетінін ойша салмақтайды. Сөйтіп, өзінше есептеп
қорытынды шығару арқылы баланың ақыл ойының жетілуіне себепкер болады. Асықтың түсуіне қарай атауы: алшы, тәйке, бүк, шік. Ал балалар, білгенге маржан айдары. Асық атаулары: кеней, кентай. Асық ойында ұпайға тігілетін асық, кішкентай сөзі кіші және кентай сөздерінен шыққан. Сақа асықтың ең үлкені, ірісі. Ешкімер, ешкінің асығы. Қойлақ, қойдың асығы. Құлжаз, құлжаның асығы. Топай, сомпай, сиырдың асығы. Шүкейт, киіктің асығы. Пүш, тәйке түспесін деп алшы жағы жонылған асық. Пұшайман болу деген сөз осыдан шыққан. Оңқай, малдың оң жақ аяғының асығы. Солақай, малдың сол жақ аяғының асығы. Ал балалар, келесі тапсырманы орында. Ол үшін Әлібек Файзолланың хан мәтінін оқып таныстырылым жасайық. Ойнаушылардың санына шек қойылмайды. Қатысушылар өзара келісім бойынша әрқайсысы 5-тен немесе 10-нан асық шығарады. Хан асық қызылға боялған. Кезекпен барлық асықты жинап алып, қос қолдап шашып тастап отырады. Кейде хан көп асықтың астына басылып, көрінбей қалуы мүмкін. Мұндайда асықты иіруші ханды қара басты деп жариялайды. Сол сәтте ойыншылар асықтарды бас салып талап алады. Ал егер хан бөлек ашық жатса, иірген бала ханмен басқа асықты ата бастайды. Мысалы, хан бүк түссе, онда ханмен бүк жатқан асықты, шік түссе, шік жатқан асықты ату керек. Ойын осылайша жалғаса береді. Ойынның шарты бойынша ханмен асықты атқан кезде басқа асықтарды қозғауға болмайды. Сөйтіп, кезек алған ойыншы ойын шартын бұзғанға дейін, немесе ханмен ататын асығы таусылғанға дейін атып, ұтқан асықтарын жинап алады. Ортаға салынған асықтар таусылған соң, ойнаушылар қайтадан асықтарын шығарып, ойынды жалғастырады. Бұл ойын ептілік пен шапшаңдықты, байқағыштықты қажет етеді. Ал енді балалар, пікірлеріңді айтыңдар. Сендер асық ойнап көрдіңдер ме? Әрине балалар, асық ойнамаған қазақ баласы жоқ шығар. Жазғы демалыс кезінде көп ойналатын ойынның түрі асық ойыны. Хан ойыны ертедегі ұлттық ойын екенін қалай дәлелдер едің? Дұрыс айтасыңдар балалар. Ертеде хандар басқарған. Хан ойыны осының дәлелі. Қазіргі кезде не себепті асық ойындары сирек ойналады? Дұрыс айтасыңдар балалар. Себебі қазір ойыншықтың түрі өте көп. Дүкенде, сөрелерде ойыншық өте көп. Қазіргі балалар гаджет, компьютерлерге тәуелді. Ал бірақ асықтың табиғи заттан жасалғанын естен шығармайық. Иіру, ату, көздеуді ишара, қимыл арқылы көрсетіңдер. Ата-бабаларымыз ұлттық ойындар арқылы ұрпақтың мықты әрі жігерлі болып өсуіне ықпал етіп, олардың береке бірлігі мен ынтымағын жарастырып отырған. Ал енді балалар, үй тапсырмасын алыңдар. Отбасындағы үлкендерден ойнаған ойындары туралы сұхбат алып, кесте түрінде жазыңдар.
бірінші бағанға ойын атауын, екінші бағанға ойын құралдарын, үшінші бағанға ойын ережесін, төртінші бағанға ойынды кім ойнаған туралы жазып келеміз. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Қазақтың ұлттық ойындарымен таныстыңдар. Ойын шартын түсініп, оқып, ойын барысында ойыншы қандай болу керектігін білдіңдер. Ұлттық ойындардың адам денсаулығын жақсарта түсуде пайдасы зор екені туралы көп білім алдыңдар. Адамға жақсы тілек тілегенде, ата-бабаларымыз асығың алшысынан түссін деп тілек білдірген екен. Мен де сендерге, балалар, үнемі асықтарың алшысынан түссін деп шын жүректен тілек айтамын. Осымен сабағымыз аяқталды.